Сәлем қыздар, бүгін сіздерге өте жеңіл дайындалатын мексиканский пиццаның рецептімен бөліскім келеді. Ал кеттік. Бізге 250 грамм су қажет. Жылы болғаны дұрыс. Жарты ас қасық тұз, 1 ас қасық қант және 7 грамм ашытқы керек. Жақсылап араластырамыз. Ашытқымыз толықтай дайын болу үшін 15 минутқа жылы жерге қойып қойыңыз. Ал ашытқы дайын болғаннан кейін 3 қасық зәйтүн майын, яғни оливковое масло қосамыз. $400 грамм ұн қосып, қамырымызды дайындай береміз. Қамырды 5 минут еледім, және ол толық дайын болу үшін жылы жерге 1-2 сағатқа қойып қойыңыз. Қамырымыз сол уақытта өзінің өлшемінен 2 есе үлкейеді, яғни қамыр дайын деген сөз. Пиццаның соусына көшемін. Ол менде дайын соус чили, яғни ащы. Ал сіз дайын кетчупты алсаңыз болады. Пиццамызға сыр қосамыз, шұжық, зәйтүн, қызанақ және саңырауқұлақтар, яғни шампиньоны. «250 градуста 10 минут пісірдім. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийда бөлісіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.